Қайырлы күн достар, 15 минутта дайын болатын печеньенің рецептімен бөлісуге асықпын. Тіркеліп лайк басып кетіңіз, видеоны соңына дейін қараңыз. Қажетті заттар: бір жұмыртқа, шекер, май, разрыхитель ванилин, Қазақстан шоколад және ұн. Үй температурасында еріп тұрған сары майымызға үстіне құмшекер мен бір жұмыртқаны қосып, сұйық масса болғанша араластырамыз. Егер сіздің де осындай оңай жолмен жасалатын рецептіңіз болатын болса, комментарийға қалдырып кетіңіз, сіздің рецептіңізбен дайындап көреміз. Міне осылайша массамызды араластырып аламыз. Сұйық болу керек массамыз. Осы рецептімен сіз де осы печеньені дайындап көріңіз, отбасыңызды қуантуға асығыңыз. Балаларыңыздың, отбасыңыздың сүйікті рецепттерінің бірі болатынына сенемін. Міне осы сұйық массамыздың үстіне енді құрғақ заттарымызды, құрғақ ингредиенттерімізді салып, қою қамыр илейміз. Разрыхитель ванилинімізді, ұнымызды салып, қою қамыр болғанша араластырамыз. Қоңыр қамырымыз дайын болайын деді. Қою қамырымыз дайын. Енді Қазақстан шоколадымызды ашып, тақтайымызбен турап аламыз. Майда етіп турасаңыз да, ірі етіп турасаңыз да өз қалауыңыз бойынша, немесе араластырып турай берсеңіз де болады. Немесе блендермен өткізіп алсаңыз да болады. Негізі арасында ірі болып жүргені әлдеқайда әдемірек көрінеді. Міне осылайша мен Қазақстан шоколадты турап алдым. Егер тәттіні аса қатты ұнатпайтын болсаңыз, шоколадтың жартысын қоссаңыз да болады. Шоколадымды турап болдым. Енді осы шоколадымызды қою қамырдың үстіне салып араластырып аламыз. Печеньенің қамыры дайын болайын деді. Енді осы дайын болған печеньенің қамырын формаға салып, форма жасап, пешіңізге сала береміз. Міне мен осындай думалақ формаша етіп жасадым. Сізді қалауыңыз бойынша жасасаңыз да болады. Осылай шарик тәріздес, думалақ тәріздес печенье еттім мен. Міне печеньем дайын. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пешке 10-15 минутқа салып алсаңыз болады. Міне печеньем пісіп болды, дайын. Дәмі өте ерекше, керемет. Отбасыңызға ұсына берсеңіз болады. Тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз, пікір қалдырыңыз. Мені жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше ас болсын.